Депозиттерді көп сұрайды. Ақшаны депозитке қойсам, басқа қоятын орным жоқ дейді. Кейбір ғалымдар айтқан, жарайды, депозитке салыңдар деген, бірақ ол депозитте ақшаны үстінде өсімін қалдырмаңдар дейді. Бәрін алу керек ол жерден. Салғаның мысалға миллион теңге еді. Кейін снимать етсең 200 ба 300 теңге ма үстінде қосылған. Мысалға деймін. Ол уақыт өткен сайын қосыла береді ол бәле. Ойбай, менде миллион теңге салғаным. Қалған керек емес деп алсаң, олар қалдыра береді. Бірақ ғалымдар айтқан, кейбір ғалымдар салуға болады дегендері ол, жаңағыдай даруратпен, басқа сақтайтын жерің жоқ сен. Оны бірақ салыңдар депозитке, бірақ ақшаны өскеніне қарамай не істеңдер дейді, бәрін алыңдар дейді, тиыннан қалдырмаңдар депозитте, бәрін снимать ету керек. Сөйтті, сол өзіңнің әуелде салған қанша еді ақшаң? Миллион ба? Сол миллионға мына сырып қойды, үстіндегі өнімін садақаға жеріңдер деген. Бірақ сауабын үміт етпеңдер деген. Бір керемет сауап істеп қалдым деп те ойламаңдар деген. Сен арам ақшаны таратып келдің, басқа ешнәрсе болған жоқ. Өйткені ақша көбеюі ол риба есептелінеді, харам болады.